Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі 20-11-25 жылғы күнделіктің отчеты есебі. Барлықтарыңызға рахмет. 100% қойдыңыздар. Алайда тақырыптарды толтыру 99-да 7, үй тапсырмаларын уақытылы беру 86-да 42, үй тапсырмалары берілген сабақтардың саны 99-да 67. Және журналды жүргізу 89-да 43. Енді қараңыздар. Мысалы, Абдулнасыр Айдана, музыка пәні мұғалімі. Бүгін ол кісіде 6 сабақ бар, ол кісі 5-еуіне баға қойды. 5 из 6 деп тұр. Значит, 83-де 33%. Значит, бір классына баға қойған жоқ ол. Және де Абдулнасыр Айдана барлық классқа үй тапсырмасы берілді, но бірақ жартысына, яғни алтаудың 3/1-іне, то есть алтаудың 2-еуіне уақытылы қойылған жоқ. Яғни 2 сыныпқа дұрыс уақытылы баға қойылған жоқ. Міне қараңыздар, своевременно 3Б мен 6Әге. Енді оны устранить ету үшін біз Айдананың сабақтың бетіне шығамыз. Яғни Абдулнасыр Айдана посмотрите, жасаған кезде, міне бүгін 20-сы, ол кісі үй тапсырмасын берген жоқ. Осыған байланысты мына жерде 3-одан 0 шықты. Мына жерге мысалы получить песню деген тапсырманы беретін болсақ, міне получить песню деген тапсырманы беретін. Абдулнасыр Айдананың результаты мына жерде 100%. Барлығына, барлық күні осыған қараңыздар. Енді бұл тапсырмамен бітті. Келесі, Бақытжан Нұржан, сізде үй тапсырмасы берілмеді депті. Яғни үй тапсырмасы 85-те 71%. Яғни бүгінгі сабақтарыңызда алдында үй тапсырмасы берілген жоқ. Ол қай сыныпта? Ол 8-да. Значит, біз мына жерден 8-ші Бақытжан Нұржан 8. Посмотрите. Яғни қарасаңыз, міне 19 күнді кешегі болған сабаққа сіз үй тапсырмасын бермегенсіз, және бүгінгі сабақтарда үй тапсырмасын бермей отырсыз. Сондықтан сіздің есебіңізде мына жерде 85%, мына жерде 0% болсын. Үй тапсырмасын беруіңізді сұранады. Және бұл кісі барлығын дұрыс орындаған. Баға барлығына қойылған. Енді мына жерде де дәл сондай Аметов Тұрсынбай ағай үй тапсырмасы берілмеген. 2 сабағы бар, үй тапсырмасы берілмеген. Және де 50% болып тұр. Значит, бір сыныпқа баға қойылған жоқ. Тек қана бір сыныпқа баға қойылды, екінші сыныпқа баға қойылмады дегенді білдіреді. Так, келесі Еділова Жұлдызай апай. Сізде бүгін 3 сабағыңыз бар, біреуіне үй тапсырма берген жоқсыз. Үй тапсырмасын беру міндеттісіз. Осыған қараңыздар. Лаура апай, сізде де солай 2 сабақтың біреуіне үй тапсырма берілген жоқсыз, және біреуіне тақырып жазылмаған. Сізде планирование КТП-ңіз бар, КТП қойылған. Бірақ күнтізбелік жоспарда КТП-дағы сабақты күн бойынша үлестірмегенсіз. Солай болып тұр. Және де мына жерде ведение журнала, яғни журналды жүргізу 50% болды. Значит, сізде де бір сыныпқа баға қоймадыңыз. Солай. Мына жерде 1-ден 1, 5-ден 5, 6-дан 6 деп барлығы тұру керек. Мына жерде де, мысалы, Ерікбаева Рахима апай, сізде 83-те 33%. Яғни 6 сабағыңыз бар, соның 5-еуін бағаладыңыз, 1-еуін бағалаған жоқсыз. Үй тапсырмасы да дәл солай. Яғни 5-еуін орындадыңыз, үй тапсырмасын бердіңіз, 6-шы сыныпта, яғни үй тапсырмасын бермедіңіз. Осылай бүкіл негізге, бүкіл нелеріңізді қарап шығыңыздар. Барлықтары, барлық показательдер 100% болу керек, уақытылы баға қойылуы керек.
кейбір сыныптарда әлі сабақ болып жатқанына байланысты мүмкін мына жердегі бағалар аз болуы мүмкін, бірақ күннің соңында кешкі сағат 8-де барлықтарыңызда осы мына жердегі мынау сияқты 100 деген барлығында 100 болып тұру керек. Барлық класста баға қойылуы керек. Бұл осы аптадағы жасалып жатқан жұмыстың нәтижесі 1-ден 100%-ға, 2 показатель бойынша 100%-ға жетіп отырмыз. Енді қалған показательдер кішкене ғана радиустан 99-99. Осыны да 100%-ға көтерейік. Осыны 100%-ға көтеріп болған соң, уақытылы қоюмен айналысамыз. Уақытылы қоюда 100%-ға жетуі керек. Рахмет. Күнделікпен